Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 3-ші сынып математика 36-шы сабағымызды бастаймыз. Алдымен видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар, я? Көбейту кестесін бекіту. Бүгінгі сабақта жанама сұрақтармен берілген есептерді шығаратын боламыз. Бірінші есепке қарайық. Досыңмен ойын ұйымдастыр. Тұр көздерді ою өрнек шығатындай қағаздан қиып алынған кішкентай шаршылармен жап. Досын көбейтудің кестелік жағдайын пайдалана отырып, қағазбен жабылған тұр көзде қандай сан жазылғанын анықтасын дейді. Мысалы, бізде 12 сан берілсін. Осы 12 сан қандай сандардың көбейтіндісі екенін осы кесте арқылы табуға болады. Мысалы, 4 саны мен 3 санының көбейтіндісі 12-ге тең екен, демек үстінен 3-тің тұсында тұр, жанында 4-тің тұсында тұр, яғни 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12-ге тең. Мысалы, келесі міне 20-ны алайық. 20 саны 4 саны мен 5 санының қиылысы, яғни 5 саны және 4 санының қиылысында 20 тұр. 4 пен 5-тің көбейтіндісі 20-ға тең. Мысалы, тағы да 42 санын алып көрейік. 42 саны бізде 6 мен 7-нің көбейтіндісі. Яғни, міне 6 жанында 7-нің тұсында тұрғандықтан. Келесі, мысалы, тағы қандай алып көрсек болады? Мысалы, 64 санын алып көрсек болады. Бізде 8 саны мен мына жанында 8 санының қиылысы 64-ке тең болады. Екінші есепте дейді. Бізде 1 центнер килограмм есеп берілген. Бізде 1 центнер тең болады 100 килограммға. Осы бойынша шығарайық. 1 центнер 40 килограмм, яғни 140 килограмм деп жазамыз. 6 центнер 30 килограмм, 630 килограмм. 140-қа 630-ды қосқанда 770 килограмм. 8 центнер 800 килограмм, 6 центнер 40 килограмм, 640 килограмм. 800-ден азайтамыз 640-ты 160 килограмм. 7 центнерін 700 килограмм, азайтамыз 600 килограммды 100 килограмм болады. 3 центнерін 300 килограмм, қосамыз 55 килограммды. Сонда 355 килограмм болады. 350 килограмм қосу 650 килограмм тең 1000 килограмм. 3 килограмм 3-ке көбейтсек 9 килограмм. 9 килограмм көбейту 2 18 килограмм. 6 литр көбейту 2 3 литр. 4 центнер көбейту 3-ке 12 центнер. 20 килограмм бөлу 2 тең 10 килограмм. Үшінші есептерді шығар дейді. А нұсқасына қарайық. Үлкен ыдыста 20 литр қымыз бар. Бұл кішкене ыдыстағыдан 5 есе артық. 2 ыдыста барлығы қанша литр қымыз бар? Бізде жазамыз. Үлкен ыдыста 20 литр, кіші ыдыста табуымыз керек. Бірақ бұл кішкене ыдыстағыдан үлкен ыдыс бізде 5 есе артық екен. Біз үлкен ыдыс бізде 20 литр, кіші ыдысты табамыз және барлығын табамыз. Шешуі есе артық деп тұр. Бізде 20 бөлу 5 тең 4 литр. Кіші ыдыста бізде 4 литр екен. Міне кіші ыдысты таптық. 20 литр бізде үлкен ыдыс, 4 литр кіші ыдыс, екеуін қосқан кезде 24 литр барлығы шығады. Жауабы 2 ыдыста барлығы 24 литр. Үшінші есептің ән нұсқасына қарайық. 8 ыдысқа 40 литр қымыз құйылды. 30 литр қымызды құю үшін осындай неше ыдыс қажет? Бізде бір ыдыстың сыйымдылығы бірдей екен. Бірінші бір ыдыстың сыйымдылығын тауып аламыз. Сонда жазамыз. 8 ыдысқа 40 литр кетті. Енді бізде 30 литр қымыз неше ыдысқа құйылады? Біз соны табуымыз керек. Сыйымдылығы, бір ыдыстың сыйымдылығын табу үшін жалпы сыйымдылығын санына бөлеміз. Сонда 40 бөлу 8 тең 5 литр. Сонда бізде бір ыдыстың сыйымдылығы 5 литр. Енді біз
30 литр жалпы сыйымдылығы болғанда қанша 5 литр, әр ыдысқа 5 литрдан кеткенде бізде неше ыдыс бар, соны табуымыз керек. Санын табу үшін жалпы сыйымдылығын бөлеміз бір ыдыстың сыйымдылығына. Сонда 30 бөлу 5 тең 6 болады. Жауабы сыйымдылығы 5 литр, саны 6 дана. Төртінші есеп. Біздің сынып оқушылары мектепке өтетін концертке қатысатын болды. Дайындық басталды. Олар мата сатып алды. Концертке дайындық үшін алынған бұйымдардан есептер құрастырып, оны шығар деді. Бізде А нұсқасына қарайық. Бір бұйымға кеткен мата бірдей екен. Бұйымдар саны 9 дана, 45 метр кеткен. Енді біз бірдей бір матаға қанша кеткен табуымыз керек. Одан кейін бізде 25 метр жалпы матаға қанша санын табуымыз керек. Жазамыз. 9 дана 45 метр мата кетті жалпы. Енді біз 25 метр матаға қанша дана шықты, соны санын табуымыз керек. Шешуі шығынды табу үшін, бір бұйымға кеткен мата шығынын табу үшін жалпы шығынды санына бөлеміз. Сонда бізде 45 бөлу 9 тең 5 болады. Сонда бір бұйымға кеткен мата шығыны 5 метр екен. Жазайық. Енді біз санын табуымыз керек. 25 метр матаға қанша бір бұйым қанша санын табуымыз керек. Бізде сонда санын табу үшін жалпы шығынды бөлеміз шығынға. Сонда 25 метр бөлу 5 тең 5 болады. Сонда жауабы 5 дана болды. Ә нұсқасына қарайық. Бір бұйымға кеткен мата 3 метр. Бұйымдар саны бірдей дейді. Біз осы санын тауып аламыз. Сонда жазамыз. 3 метр матаға, бір бұйымға 3 метр, жалпы шығын 27 метр. Одан кейін 1 метр, бір бұйымға кеткен мата шығыны 2 метр. Біз жалпы қанша метр матамай кеткенін табуымыз керек. Саны бірдей. Енді біз бірдей деп айтылды, бірақ біз санын тауып алуымыз керек. Санын табу үшін жалпы шығынды бөлеміз шығынға. Сонда 27 бөлу 3 тең 9 дана болады. Мына жерге жазайық. 9 дана. Енді жалпы шығынды табу үшін шығынды санына көбейтеміз. Сонда 2 метр көбейту 9 дана 18 метр болады. Жалпы бізде шығын 18 метр болған екен. 5-ші есеп. Есепте дейді 45 азайту 5 қосу 2 көбейту 3. Яғни жақшаның іші бірінші орындалады. Үстіне жазамыз. Екінші көбейту, үшінші азайту орындалады. Сонда жазамыз 45 азайту. Жақшаның іші бізде 7 шықты. 7 көбейту 3. Енді бізде бірінші көбейтуді орындаймыз. 45 азайту 21 тең 24 болады. Келесі 9 қосу 3. Жақшаның ішінде 3 қосу 6. Жақша жабылған көбейту 9. Яғни біз жақшаның ішін бірінші орындаймыз. 9 қосу 9. Жақшаның іші көбейту 9. Яғни бірінші мына жерде көбейтуді орындаймыз. 9 қосу 9 көбейту 9 81. 81-ге 9-ды қоссақ 90 шығады. Дәл осылай ары қарай өрнектерді тәртібімен орындап жауабын табамыз. 6-ші есеп. Есепте 6 көбейту 2 12, 7 көбейту 3 21, 9 көбейту 4 36, 7 көбейту 8 56, 54 бөлу 6 9, 81 бөлу 9 9, 42 бөлу 6 7, 72 бөлу 8 9, 36 бөлу 6 6, 64 бөлу 8 8 шығады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше